Экстремизмге қарсы іс-қимыл туралы Қазақстан Республикасының 2005 жылғы 18 ақпандағы нөмірі 31 заңы. Мазмұны: осы заң адамның және азаматтың құқықтары мен бостандықтарын, конституциялық құрылыс негіздерін қорғау, Қазақстан Республикасының егемендігін, оның аумағының тұтастығын, қол сұғылмауын және бөлінбеуін, ұлттық қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында экстремизмге қарсы іс-қимылдың құқықтық және ұйымдастырушылық негіздерін айқындайды. Экстремизмге қарсы іс-қимылдың негізгі бағыттары. Экстремизмге қарсы іс-қимыл мынандай негізгі бағыттар бойынша жүзеге асырылады. Экстремизмнен сақтандыруға, соның ішінде оны жүзеге асыруға ықпал ететін себептер мен жағдайларды анықтауға және кейіннен жоюға бағытталған алдын алу шараларын қабылдау. Экстремизмді анықтау және оның жолын кесу экстремизмге қарсы іс-қимыл саласындағы халықаралық ынтымақтастық болып табылады.